Сәлем, балалар. Бүгін біз судың ерекше қасиеті еріткіштік туралы үйренеміз. Бұл қасиет судың қандай заттарды еріте алатынын және неге бұл маңызды екенін түсінуге көмектеседі. Мынау акварель бояуы. Қазір оны суға тамызамыз. Қараңыздар, бояу судың ішінде қалай таралып, біркелкі араласып жатыр. Бұл дегеніміз зат суда ериді деген сөз. Еру дегеніміз бір заттың бөлшектерінің екінші заттың бөлшектерімен араласуы. Ал араласқан суды ерітінді деп атаймыз. Су молекулалары бояу бөлшектерін біркелкі таратып жатыр. Міне біз тұзды, крахмалды, құмды және сазды суға салдық. Тұз толық ериді, крахмал суды лайландырады, құм түбіне түседі, ал саз суда ерімейді. Заттардың суда ерігіштігі әртүрлі. Бұл газды су. Егер бөтелкені сілкісек, көпіршіктер пайда болады. Газ да суда ериді, бірақ көзге көрінбейді. Судың температурасы заттардың еруіне әсер етеді. Мысалы, шай ыстық суда тез ериді, ал салқын суда баяу таралады. Медицинада ерітінділер өте пайдалы. Мысалы, йод пен сутегінің асқын тотығы бактерияларды жояды, ал тұзды су мұрынды тазалайды. Табиғатта судың құрамында түрлі минералдар болады. Жер астынан өтіп бара жатқан су минералдарды ертіп, минералды суға айналады. Күміс суды тазартуға көмектеседі. Оның бөлшектері суда ериді, бактерияларды жойып, суды таза қылады. Судың еріткіштік қасиеті табиғаттағы ең маңызды қасиеттердің бірі. Ол бізге көптеген заттарды ертіп, өмірімізді жеңілдетеді.